Ежелгі дәуірден бастап лайм ағаш өзінің дәрілік қасиеттерімен танымал және көптеген елдерде қуатты және өте тиімді дәрілік зат ретінде қолданылады. Бүгінгі таңда фармацевтика өнеркәсібінің өркендеуінде бұл зауыт түрлі ауруларды емдеуде кеңінен қолданылады. Біздің елімізде кеңінен таралған бұл өсімдік құнды дәрілік шикізаттың көзі болып табылады. Сонымен қатар әк, жапырақ, жеміс, бүйрек, ағаш және ағаштың қабығының пайдалы қасиеттері бар. Алайда бұл мақалада дәрілік қасиеттері талқыланатын лайм гүлінің ең таралған түрі болып табылады. Жаман жасушалардың ағзада құралып немесе өсуінен құтқарады. 3 ай қабылдау қажет. Денсаулық көп ұзамай қалпына келеді. Бұл ғажап. Бізге керегі бір қызылша, 2 сәбіз, 1 алма. Бәрін жуып, қабығын аршып, сокып жұмалкадан өткіземіз де, шырынды бірден ішіп аламыз. Шырынның дәмін ерекшелендіру үшін лайм немесе лимон қосаңыз болады. Бұл ғажайып сусын келесі аурулардың алдын алуға жақсы әсер береді. 1. Қатерлі ісікті алдын ала емдейді. 2. Бауыр, бүйрек және ұйқы безін түрлі аурулардан сақтайды. Оған қоса ойық жараны, язва емдеуге көмектеседі. 3. Өкпеге пайдалы, жүректің түрлі ауруларға шалдығуына және жоғары қан қысымынан сақтайды. 4. Иммунитетті күшейтеді. 5. Көздің көруі шаршағанды және кебуден көмектеседі. 6. Физикалық ауыр жұмыстан немесе жаттығудан кейін пайда болған бұлшықет ауруларын жояды. 7. Токсиннен тазалайды, ішектердің жұмысын жақсартады. Терін нәрленеді. 8. Асқазаннан шығатын жағымсыз иісті жояды. 9. Етеккірлік шаншуды жеңілдетеді. 10. Аллергиясы бар адамдарға да пайдалы. Ең бастысы дайындаған сәтте ішіп алу керек. Сол кезде жақсы нәтиже болады.